жаздың күні тоңып жүретін адамдар да болады. Шілденің 40 градус ыстығында жең ұзын көйлек киіп жаурадым деп есік-терезені жауып алатын апаймен көрші тұрғаным бар. Ал негізгі бұның себептері болуы мүмкін. Ең бірінші, салмақтың аз болуы. Салмақтың бойға сай болмауы адамды жаурағыш етеді. Себебі ағзадағы май массасы төмен, ал адамды жылыта алмайды. Сондықтан адам тоңады. Салмағы аз адамда калория жұмсалуы да аз. Яғни ағзаны жылыту энергия ресурстары аз жұмсалады. Салмақты реттеу үшін ақуыз бен көмір қышқылға бай үй тағамдарын дұрыс та уақытылы тұтынған дұрыс. Екінші, қалқанша безі жұмысының әлсіздігі. Үнемі жаурап жүру қалқанша безі жұмысының бұзылуы мен қажетті гормондардың аз бөлуінің айқын белгісі. Сізге гипотиреоз диагнозы қойылуы мүмкін. Гормондар жеткілікті мөлшерде бөлінбегендіктен зат алмасу баяулайды, ағза жылуды аз бөледі, өйткені оған күш-қуаты жетпейді. Жаурағыштық пен қоса тері құрғап, шаш сирей бастаса, тез шаршайтын боласыз. Эндокринологқа көрінуге кеңес береміз. Үшінші, темір аздығы. Ағзада темірдің аз болуы адамның үнемі жаурап жүруінен білінеді. Темір қанның қызыл түйіршіктері арқылы оттегін тасымалдайтын, оның ағзадағы қан дұрыс айналмайтын адам реңі бозарып, әлсіздік байқалады. Егер темір жетіспеушілігі мен қалқанша безінің гормондары түзілуі бұзылса, қатар кездессе, адамның саусақтары үнемі мұздай сулы болып жүреді. Төртінші, қан айналымының нашар болуы. Егер алақан мен табан ғана мұздап, қалған дене бөлшектері қалыпты температурада болса, онда сіздегі қан айналымының нашар болғаны. Бұл ағзадағы қан айналмайтын басты мотор. Жүрек жұмысының әлсіздігін немесе тамырлардың тарылуын білдіреді. Содан тамырдың ең түпкі жіңішке бөліктерінде қан дұрыс бармайды. Бесінші, ұйқы қанбауы. Бұл кезде ағзадағы ішкі алмасулар тепе-теңдік бұзады. Осының себептерінен дене температурасы қалыптан төмендейді. Бұл кезде зат алмасу да өзгеріп, қан айналымы да баяулайды. Қажетті жылу түзу төмендейді. Алтыншы, ағзаның сусыздануы. Бұл кезде де зат алмасу баяулайды. Ағзаға сыртқы температура нәзік сезінеді. Суды жеткілікті ішіп жүрсеңіз, ол зат алмасуын күшейтеді. Сол арқылы тиісті температураны қалыпта ұстауына жағдай жасайды. Жалпы осы, сіздер жаздың күні жаурап жүресіздер ме, тоңып жүресіздер ме, әлде, как всегда, ыстықтап кондердің астында отырасыздар ма? Комментарийға жаза кетіңіздер.